Баршаңызға сәлем, сіздермен Мадина. Бүгін өте дәмді, оңай дайындалатын, қуыруды қажет етпейтін дымляма жасайтын боламыз. Ол үшін бізге ет, картоп, сәбіз, пияз, сарымсақ, қызанақ, құйрық май, капуста, тұз, бұрыш және лавр жапырағы қажет болады. Тұздалмаған еттен дайындаймыз, және де жаңа сойылған қойдың етінен дайындасаңыз өте әдемі болып шығады. Керек мөлшерде етімізді алып, үстінен тұз қосып, жақсылап араластырып аламыз. Осы уақыт аралығында қазанымызды отқа қойып, қатты бір қыздырып аламыз. Қызып тұрған қазанымызға құйрық майды жақсылап орналастырып шығамыз. Осындай шыжғырылған дауыс шығады. Астына барлығын қалың етіп, жақсылап орналастырып шығамыз. Етіміз жабысып қалмас үшін майы шығып, осы майға пісетін болады. Үстінен етімізді саламыз. Барлығын жақсылап орналастырып шығамыз. Бұл тағамды қуырудың қажеті жоқ, араластырмай-ақ дәл осылай орналастырып аламыз, өзі пісетін болады. Өте оңай. Тұзымыз аз болса үстінен тағы да тұз және бұрыш саламыз. Пиязымызды майдалап, бетінен сеуіп шығатын боламыз. Үстінен сарымсақты саламыз. Және де қызанақ, сәбізді орналастырып шығамыз. Енді үстінен картопты орналастырып салып шығамыз. Осылай қабат-қабат қылып орналастырамыз. Картоптың үстінен тұз бұрыш себеміз татымына қарай. Екі-үш дана лавр жапырағын саламыз, және де орам жапырақты жақсылап бу шықпайтындай етіп, бетін жауып шығатын боламыз. Бұл тағамымызға ешқандай су құюдың қажеті жоқ. Өзі астындағы май шыжғырылып, капустаның өзінің еттің суы шығады. Су қосудың қажеті жоқ. Өте дәмді болып шығады. Қазақша бұқтырма деп айтса да болады. Осы видео рецепті жоғалтып алмас үшін менің каналыма тіркеліп алуды ұмытпаңыз, және де басқа да керемет, сәтті шығатын рецептерді іздесеңіз менің каналымнан таба аласыз. Қоңырауша белгісін басып қойыңыз, жаңа рецепт шыққанда міндетті түрде бірінші болып көретін боласыз. Барлық капустаны бетіне орналастырып шыққан соң, отымызға қатты отқа қоямыз. 15-20 минут аралығында құйрық майымыз шыжғырылғанша пісіріп аламыз. Сонан кейін орташа отта 1-1,5 сағат пісіретін боламыз. Сонымен біздің тағамымыз дайын болады. Өте дәмді болып шығады. Етіңіз жұп-жұмсақ, үлбіреген болып шығады. Бастысы май қосылмайды, су қосылмайды. Өз буында дайындалады. Ас болсын, сіздермен Мадина.